Қайырлы күн, пайдалы кеңестер арнасының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге ыстық су ішудің пайдасы жайлы айтатын боламын. Сіз таңертең аш қарынға ыстық су ішеміз бе? Комментарийге жаза кетіңіз. Ыстық су ішудің денсаулыққа тигізетін бірнеше пайдасы бар. Міне оның кейбір негізгі артықшылықтары. Бір, ас қорыту жүйесін жақсартады. Ыстық су ас қорыту жүйесіне пайдалы әсер етеді. Ол асқазанның жұмысын жақсартып, тамақтың сіңуін жеңілдетеді. Ыстық су ішкенде асқазанның қабырғалары тынышталып, ас қорыту ферменттерінің бөлінуі артады. Бұл іш қатуының алдын алуға көмектеседі. 2. Токсиндерді шығарады. Ыстық су денеден токсиндерді шығаруға көмектеседі. Ол тері арқылы токсиндердің шығуына ықпал етеді. Бұл ағзаңызды тазартуға мүмкіндік береді. Ыстық су ішкенде терлеу процесі жанданып, артық заттар ағзадан шығарылады. 3. Қан айналымын жақсартады. Ыстық су қан айналымын жақсартуға ықпал етеді. Ол қан тамырларын кеңейтеді, қанның ағуына оң әсер етеді. Бұл жүрекке қосымша жүк түсірмей, қан қысымын төмендетуге көмектеседі. 4. Тамақтан кейін ыңғайлы сезім береді. Тамақтан кейін ыстық су ішу асқазанды тыныштандырады және артық тамақтың аздап ыдырауына көмек береді. Сонымен қатар ол ішкі органдарды жылытып, жалпы жағымды әсер береді. 5. Теріге пайдалы. Ыстық су теріні ылғалдандырып, оның серпімділігін арттырады. Ыстық су ішкенде ағзадан артық тұздар мен токсиндер шығарылады. Бұл терінің жағдайын жақсартуға көмектеседі. Сонымен қатар бұл қартаю процесін баяулататын әсер береді. 6. Қысым мен ауырсынуды жеңілдетеді. Ыстық су бұлшықеттерді босаңсытып, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Оның жылы әсері дененің әр түрлі бөліктеріндегі ауырсынуды, әсіресе бұлшықеттер мен буындардағы ауырсынуды жеңілдетуге ықпал етеді. 7. Стрессті төмендетеді. Ыстық су ішкенде ағза тынышталып, жүйке жүйесіне оң әсер етеді. Бұл күйзеліс пен стрессті төмендетуге көмектеседі, көңіл күйді жақсартады. 8. Салмақ жоғалтуға көмектеседі. Ыстық су метаболизмді жеделдетеді. Бұл өз кезегінде салмақ жоғалтуға ықпал етуі мүмкін. Ыстық су ішкенде ағза көп калория жұмсайды, әсіресе таңертең аш қарынға ішкенде. Қалай дұрыс ішкен жөн? Ыстық су өте ыстық болмауы керек, себебі ол ауыз бен асқазанның шырышты қабығын күйдіруі мүмкін. Су шамамен 50-60 градус болуы керек. Ыстық суды күнде таңертең аш қарынға ішу пайдалы, бірақ асыра пайдаланбау керек. Күніне 1-2 стакан ыстық су жеткілікті. Ыстық су ішудің барлық пайдалы әсерлеріне нәтиже алу үшін оны тұрақты түрде ішу маңызды. Бірақ егер денсаулық мәселелері бар болса, дәрігермен кеңескен дұрыс. 9. Салқын тию мен тұмауды жеңілдетеді. Ыстық су тұмау мен суық тию кезінде көмектеседі. Оның жылытырылуы тыныс алу жолдарын тазартып, ауырсынуды және жөтелді жеңілдетеді. Ыстық суға лимон немесе бал қосу иммундық жүйені нығайтуға және инфекциямен күресуге көмектеседі. 10. Жүйке жүйесіне әсер етеді. Ыстық су ішкенде жүйке жүйесі тынышталып, стрессті жеңілдетеді. Бұл жайлы әрі тұрақты күйде болуға ықпал етеді. Әсіресе түнде ұйықтар алдында ыстық су ішу жүйке жүйесін тыныштандырып, жақсы ұйықтауға көмектеседі. 11. Қан қысымын реттейді. Ыстық су қан айналымын жақсартуға көмектеседі. Бұл қан қысымын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Ыстық су ішкенде қан тамырлары кеңейеді, қан ағымы жақсарады. Гипертониямен күресетін адамдар үшін пайдалы болуы мүмкін. 12. Жалпы ағзаны жақсартады. Ыстық су ағзаға жалпы пайда келеді. Ол ағзаны сусызданудан қорғайды, әсіресе салқын кезде немесе дене белсенділігінен кейін. Су балансының сақталуы маңызды, өйткені дененің сұйықтыққа мұқтаждығы әрдайым қанағаттандырылуы керек. 13. Ішкі ағзаларға тыныштық береді. Ыстық су ішкенде асқазан мен ішек қызметі жақсарады, ішкі ағзаларға тыныштық беріледі. Бұл асқазанның газдарын шығару үшін пайдалы, сонымен қатар іш қатуын азайтады. 14. Жақсы көңіл күй мен энергия. Ыстық су ағзаны сергітеді, өйткені ол ағзаның денсаулығын жақсартады және жүйке жүйесін тыныштандырады. Бұл жалпы күйзелісті, депрессияны және көңілсіздікті жеңілдетуге көмектеседі. 15. Дененің температурасына сәйкес келеді. Ыстық су ішу дененің температурасына сәйкес келеді, оның ағзаны жылытуына мүмкіндік береді.
Су ағзаға энергия береді және температураны тұрақты ұстап тұруға ықпал етеді. 16. Жүрекке пайдалы. Ыстық су жүрекке пайдалы болуы мүмкін. Ол қан айналымын жақсартып, жүрекке түсетін қысымды азайтады. Жүрек аурулары бар адамдарға ыстық су ішу пайдалы болуы мүмкін. Бірақ бұл жағдайда алдымен дәрігермен кеңесу керек. 17. Теріге де пайдалы. Ыстық су терінің жағдайын жақсартады. Тері ылғалданып, ағзадағы токсиндер шығарылған кезде тері таза және жарқыраған болады. Ыстық суды үнемі ішу терінің қартаймауына көмектеседі. 18. Жүйелі түрде ішкенде пайдалы әсерлер байқалады. Ыстық су ішудің пайдалы әсерлері жүйелі түрде қабылдағанда айқын байқалады. Бірнеше күн немесе аптадан кейін асқазан мен ішек жұмысының жақсарғанын, теріңіздің жағдайының өзгергенін, көңіл күйіңіздің жақсарғанын сезінуге болады. Ыстық су ішудің кейбір абай болу керек тұстары. Ыстық су тым ыстық болмау керек, әйтпесе ауыз бен асқазанды күйдіріп алу қаупі бар. Ыстық су ішкеннен кейін дереу үлкен көлемде су ішпеу ұсынылады. Егер асқазан аурулары, гастрит немесе асқазан жарасы болса, ыстық су ішуді абайлап жасау керек. Дәрігермен кеңескен жөн. Видео пайдалы болса арнаға жазылып достарыңызбен бөлісе отырыңыз, олар да біліп жүрсін. Назарларыңызға рахмет.